Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Үйіңді шығарма, айтқаныма көнесің, көнбейді екенсің, бауыздап саламын деп тарпа бас салды. Жанталасып қалайда есікті ашпақшы болып тұтқаны жұлқылай бастадым. Аша алар емеспін, ашылмайды. Күштеп киімдерімді шеше бастады. Қарсыласып, жанталасып айғайға бастым. Әлгі адам пышағын тамағыма тақап, үніңді өшір, деп тістене сөйледі. Қимылдасам пышақ тамағымды орып кетеді. Бұлай қорлағанша өлсем өліп кетейін деп қарсыласып алысып жатырмын. Алайда күш тең емес еді. Жанымды көзіме көрсетіп арам ойын іске асыра бастады. Қорқынышты түс көріп жатқандаймын. Қорланып ащы өксік өңешіме тығылып дем алар емеспін. Сол кездегі жан күйзелісімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Өз жұмысын бітірген әлгі азғын есікті ашып жіберіп, түс, шық, киімдеріңді сыртқа лақтырып жіберді. Сүлдерімді сүйіп әрең түскен маған түнделетіп осыны іздеп жүрген шығарсың. Біреуге айтып шағымданатын болсаң тауып алып өлтіремін де, ит құсқа жем етіп айдалаға лақтырып кетемін деп көлігін оталдырып жүріп кетті. Қалшиып тұрып, орнымда қанша тұрғанымды білмеймін. Қалшылдап мұздай бастағанымда бірақ есімді жинадым. Жаным менің тәнім шыдатпай ауырып, тісім тісіме тимей салқылдап әрең киіндім. Сүйретіліп трассаға жеттім. Жан жағыма қарап қаладан біраз ұзап кеткенімді түсіндім. Үйге қалай қайтамын? Такси тоқтатуға жүрек дауламайды. Осылай жол жиегінде егіліп жылап тұра бердім. Қанша тұрғанымды білмеймін. Бір кезде қалаға ма деген дауысты селк етіп оянғандай болдым. Қарасам қасымда көлік тоқтап тұр екен. Көлік ішіндегі жүргізуші әйел адам маған қарап, қалаға ма деп қайта сұрады. Жүргізуші әйел адам болған соң үнсіз басымды изеп көлікке отырдым. Ақырындап қалаға жақындай бастағанда жүргізуші келіншек, мекен жайыңызды айтыңыз дегенде жылап жіберейін деп әрең айттым. Менің жай күйімді көріп отырған ол кісі ақырындап, жай жүрсің бе деп сұрады. Сөйлеуі мұң екен, көз жасым еріксіз төгіліп жатты. Ол кісі түсінген сияқты, артық ештеңе демей үйге жеткізіп салды. Сүйретіліп үйге кірдім, сылқ етіп төсегіме отыра кеттім. Көз жасыма ерік бердім. Пәктігімнен айырылып, жанымды жаралап, тәнімді қорлаған азғынға лағынетімді жаудырып, таңды аттырдым. Кенеттен ілгіште ілініп тұрған халаттың белдігіне көзім түсіп кетті. Жалма-жан атып тұрып белдікті ала сала сыртқа шықтым. Дәретханаға бара сала миыма сап ете қалды. Ойымды іске асырмақшымын. Белдіктің бір ұшын жоғарыда бірінші көзіме түскен ағашқа байладым. Екі аяғымды екі қабырғаға тіреп, екінші ұшын мойныма орап байлап алдым. Міне бәрі де бітті. Жалған дүние. Қайыр, қош деп екі аяғымды жібере салдым. Жібергенім сол, гүрс етіп дәретхана еденіне құлап түстім. Жоғарыдағы ағашқа дұрыстап байламаған секілдімін. Осы сәтте есікті жұлқа ашқан Нина әжей көрді. Дәретханаға шыққан Нина әжей гүрс еткен дауысқа жүгіріп жеткен екен. Не болды? Амансың ба? Еш жеріңді ауыртып алмадың ба деп сұраған. Жаудырып жатыр. Мойнымдағы белдікті көріп, аң-таңырлап бір сәт тұрып қалды. Мұның не, жарқыным-ау, мұндай әрекетке баратындай не боп қалды? Бүкіл өмірің алда емес пе? Күнім-ау, мұның не деп, кемсеңдеп мені құшақтап жылай бастады. Мойнымдағы белдікті шешіп, сүрейленіп үйге кіргізді. Қарағым-ау, ыстығың көтеріліп кеткен бе? Күйіп жатсың. Дәрі-дәрмек беріп, төсегіме жатқызды. Ойлаған ойымның іске аспай қалғанына ойлап, бір нүктеге қадалып мен жатырмын. Менің мына жатысыма қарап, ағыл-тегіл жылап жүр. Өз-өзіне келіп сауығып алсын деді ма, басқа сұрақ қойып мазаламады. Ішкен дәрім әсер етіп ұйықтап кетіппін. Қара терге түсіп тітіркеніп ояндым. Өз-өзімнен жеркеніп душқа кірдім. Тәнімнің бәрі ластанып, тазармайтын дақ қалғандай денемді ысқышпен ысқылап жатырмын. Ысқылай беріп, бұл дақ енді ешқайда кетпейді, тазармайды. Нина әже үйде екен.
менің ұзақ жуынып жатқанымды алаңдап есікті қақты. Айман, ас дайын болды. Кешкі уақыттан бері нәр татпадың, қарның ашқан болар. Кел түстенейік деп жатыр. Жуынатын бөлмеден шығып ас бөлмеге өттім. Сорпаның хош иісі мұрнымды жарып барады. Ішегім шұрылдап қарнымның ашқанын енді сездім. Кел қызым, жақсы болып қалдың ба? Бәйек болып сорпасын құйып, ыстық шайын ұсынып жатыр. Қаным ашып тұрса да, тәбетім ештеңеге тартар емес. Оны-мұны шұқылап тамақтанғандай болдым. Шай үстінде Нина әжей Салтанаттың 2-3 күнге үйі кеткенін, кешегі бері маған алаңдап осында болғанын айтып, не болғанын сұрай бастады. Асқа рахметімді айтып, біраз таза ауа жұтып серуендеп қайтамын деп киініп сыртқа шықтым. Маған алаңдаған ол кісіге уайымдайтын қажет жоқ екенін сендіріп көшеге шықтым. Біраздан бері қар жаумай, алдын жауған қарлар менің көңілім секілді кірлеп кетіпті. Өз ойыммен арпалысып келе жатқан саябаққа жетіп қалыппын. Шөттеу тұрған бір орындыққа отырдым. Бүкіл өмірім көз алдымнан өтіп жатты. Жұпынылау өткен балалық шағым, арман қуып Алматыға келгенім, ата-анама салмағымды салмайын деп, жұмыс істеп, білімсіз қалмайын деп оқуымды оқып жеткен жерімнің осы болғаны ма? Небәрі 20 ғана жасымда ақындар ғасыр бойы жырлаған махаббат деген ұлы сезімге бөлініп, гүлдей жайнап жүрудің орнына тауым шағылып, сенге деген сенімім солып, үмітім үзіліп, мақсаттарымның күл-талқаны шыққан еді. Еркектерге деген жек көру сезімі ұлғайып, оларға сенбеуге, ешқашан тұрмысқа шықпауға өз-өзіме уәде бердім. Арман қала Алматым, тұсым қала Алматыдай көрініп, бір жола кетпекке бел буып орнымнан көтерілдім. Ертеңе құжаттарымды алып, Салтанатты күтпей, Нина әжемен қош айтысып ата-анама оралдым. Бұл жағдай туралы ешкімге тіс жарып айта алмадым.